бір мұсылман үшін айтылатын ең ауыр сөз білесіз ба қандай сөз? Бір мұсылман үшін айтылатын: сенің пайғамбарың осылай істеген ба деген. Немесе сенің пайғамбарың осылай істеуді бұйырды ма деген сөзден артық не жоқ? Ауыр сөз жоқ негізінде. Біздің мысалы сүннетпен қатты амал ететін бауырларымыз бар, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір қатын талақ еткен ба, сұрап көрші, оқып көрші. Жарайды, шариғатта талақ деген нәрсе бар, жарайды. Бірақ пайғамбар істеп көрген бе? Бір әйелін тастап кеткен бе? Қараусыз. Тастамаған. Қараусыз, ассыз, күйсіз тастап кеткен бе? Үйсіз, жағдай жасамай. Сол адамды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ертең менің үмметім деп айтады деп отырсың ба? Ей, тиме, бұл менің үмметім деп айтады деп отырсың ба? Періштелер ары бері көтеріп келе жатқан кезде хауыздың басына араша түседі деп ойлайсың ба? Әрине түспейді, не қылады түсіп? Оғанда не болу керек? Оғанда лайықты болу керек қой. Пайғамбардың шапағатына ілігетіне, тиіспеңдер, бұл менің үмметім, мұсылман деп айтатындай не болу керек? Сондай қадір қасиетің болу керек, соған лайықты болу керексің.